біз техникалық мамандық болғандықтан әрине оны бұзып шашып түзетуіміз керекпіз да. Келесі кезеңіміз бізде тежеу жүйесін бұзып жинау жұмыстары деп аталады. Бұзып жинау жұмыстарына бармастан бұрын ең алдымен өткен сабақта сіздерге жазған болатынбыз. Дискілі тежеу жүйесінде, барабанды тежеу жүйесінде қалай бұзамыз, реттіліктері және оны қайтадан жинау реттіліктермен танысқан болатынбыз. Сол реттіліктер бізге дискілі тежеу жүйесінен біреуіміз айтып, сосын стендте көрсетсеңіздер, бұзып шашып көрсетсеңіздер. Кім айтуға дайын? Сабақ айтпағандар. Сағатжан? Ең алдымен біз бұрауышпен бағыттаушы тежеуіштің үстіңгі болтын бүгеміз. Кейін біз бағыттаушы тежеуіштің үстіңгі болтын шешіп, алды бұрышты кілтпен ұстап тұрамыз. Кейінгі біздің әрекетіміз бағыттаушы тежеуіштің осьтің айналасындағы тірек корпусын астыға қарай бұру. Ол әрекетті істеп болғаннан кейін біз тежегіш колодкаларын шешіп болғаннан кейін біз тежеуіш төсемдерінің үйкеліс төсемдерін тексереміз. Және одан кейін біз тежегіш бөліктеріндегі кір мен тотты кетіреміз. Ластануды кетіріп алуымыз керек. Ластануды кетіріп алуымыз. Және кетіріп болғаннан кейін біз бағыттауышты колодкаларды дискіге шешіп бағдартып алуымыз керек. Ол үшін біз поршенді цилиндрге басамыз. Кейінгі біздің әрекетіміз тежегіш жастықшаларын орнатамыз. Және сонымен қатар тежегіш төсемдерінің жоғарғы жиегінде қысым серіппелерінің параллель орналасуын тексереміз. Одан кейін кронштейннің корпусын 31 мен 38 аралығындағы айналу моментімен бұраймыз. Кронштейн. Және де ең соңында біз поршенді жұмыс орнына орнату үшін тежегіш педалін бірнеше рет басып, резервуардағы тежегіш сұйықтығын тексереміз. Яғни педальді басып, резервуарда сұйық қалғаны тексере аламыз. Рахмет. Енді жәнегі реттілік бойынша стендта өздеріңіздің дискілеріңізде, яғни стендте көрсетілген сіздерде алдыңғы сол жақ және оң жақ дөңгелектеріңізде дискілер тежеу жүйесі көрсетілген, ал артқы оң жақ сол жақ дөңгелектеріміз бізде барабан тежеу жүйесі. Сол үшін және өздеріңіз қалыптарыңызға сол жақ немесе оң жақ дискіні шешу, бізге көрсету, қонылысын және оны қайтадан жинап көруіміз керек. Асхат? Оған дейін барабан тежегіш жүйесінің бұзылуы, қайтадан шашылуы және реттелуі. Әділет? Тежегіштің тұтқасы, ең алдымен сол тежегіштің тұтқасы барынша төмен тартылғанына көз жеткіземіз. Одан кейін барып екі түйреуішті бұрап аламыз. Сосын полимер балғамен барабанды хапты аламыз. Сол хаптан барабанды шығарып аламыз. Сол барабаннан жоғарғы және төменгі серіппелерді сүйекпен алып шығамыз. Ол келесі ол алдыңғы және артқы барлық серіппелерді алып шығамыз. Енді осы артқы серіппелен шайбаларды алып шығамыз. Содан кейін аяқ жағына келетін болсақ, ол төсемдерді керетпен орналастырамыз, барабанды тежегішті керетпен орналастырамыз. Ал серіппелерге келетін болсақ, оны тежегішті екі-үш рет басып орнатамыз. Бұл дискілді тежеу жүйесіне қарағанда, барабан тежеу жүйесінде серіппені қайтадан орнына орналастыруымыз керек. Дискілі тежеу жүйесінің колодкалары екі дискілер жақ шетінде орналасқан болса, барабан тежеу жүйесінде, яғни барабанның ішіндегі оны күшпен тағып қайтадан орналастыруымыз керек. Барабанды тежегіштерде шашқан кезде ең үлкен ауыртпашылық келтіретін осы пружина серіппені алып қайтадан шашу болып табылады. Жақсы, рахмет. Барабаннан. Азат. Көріп отырғандарыңызда және Асхат дискілі тежеу үшін колодкаларын уже көрсетсеңіз болады. Колодкаларын уже шешіп
алып көрсетті. Және айтып отқан төсемдер, колодкалар және ары қарай шашу жұмыстарын орналастыруда. Және Асхат пен Азат жинап қайтадан шашқанша сіздер мынандай сұрақ. Дискілі тежеу жүйесінің қандай артықшылықтары бар сіздер айтасыздар. Және де керісінше конструктивтің, яғни барабанды тежегіш тетіктерінің қандай кемшіліктері бар, соны айтып білгіңіз келеді. Яғни дискілік тежеу жүйесі ол заманауи болғандықтан ол ашық түрде көрінеді, яғни дөңгелектің сыртынан қарайтын болсақ та ол уже дискілік тежеу жүйесін көруге болады. Ал барабанды тежеу жүйесі ол тек қана сыртқы корпусы жабықтырғаннан кейін ішіндегі колодкаларды, яғни жаңағы серіппелерді біз көре алмаймыз. Яғни бізде тежеу жүйесімен белгілі бір ақаулар болған жағдайда біз мысалға дискілік тежеу жүйесінде оны көре аламыз және де тез-тезден жинай аламыз. Ал барабанды тежеу жүйесінде біз яғни бірінші корпусын шешіп, одан кейін бірақ көре аламыз. Және де дискілік тежеу жүйесі ол барлығы ашық түрде де болады, яғни ол шаң жинамайды, шаң тозаң жинамайды, барлығы көрініп тұрады. Жаңағы барабанның кемшілігі ол өзіне біріншіден осыны шаңның барлығын жинайды және де осы белгілі бір ақау болып қалған кезде біз оны сырттан көре алмаймыз. Яғни бізге ол көрінбейді. Оған біз дөңгелекті шешіп, корпусын шешіп, яғни барлығын шешіп біткеннен кейін бірақ көре аламыз ақауларын. Яғни біздің ол көзімізге көрінбейді. Дөңгелектің сырттан көрінбейді. Ақауларын табу үшін толықтай шешуіміз керек. Ал дискілік тежеу жүйесінде біз сырттан байқай аламыз. Яғни және де дискілік тежеу жүйесінде колодканы, яғни төсемдерін ауыстыру оңайырақ келеді барабанның тежеу жүйесіне қарағанда. Асхат, қосымша? Нұрлан, қосарыңыз бар ма? Барабанды тежеу жүйесі бойынша. Жаңағы Ахмет айтқандай, барабан тежеу жүйесінің механизмі күрделі, жабықтырады, бірақ сол жабықтырғаны ол сырттағы әсер, мысалы, ол ішіндегі механизмді қорғап тұрады. Және оның өнімділігі көп, мысалы, 70-150 шақырымда оны қарау керек, ал дискілі механизмде оны жиі қарау қажет. Сол. Қосарыңыз. Ондаша мынандай тағы қосымша ақпарат айтып өтейін. Көбінесе егер автокөліктерді байқасаңыздар, алдыңғы дөңгелектерде бізде дискілік тежеу жүйесі орналасқан. Байқадыңыздар ма? Артқы дөңгелектерде көбінесе барабанды тежегіштер орналасқан. Ол неліктен деп ойлайсыздар? Дискілі тежегіштер тоқтауға жақсы. Тоқтауға жақсы болғанда олар жылдамдықтары өте көп. Мысалы үшін дискілі тежегіштер, мысалы үшін моменттан басқан кезде белгілі бір жылдамдыққа дейін тежегіш бізде автокөлік бірден тоқтап қалмайды, ол белгілі бір жылдамдыққа дейін сырғанайды. Сол кезде барабаннан қарағанда дискілі тежегіштер тезірек тоқтайды екен. Сол үшін барабанды жәнегі дөңгелектер көбінесе жетектелуші дөңгелек болып табылады, ал алдыңғы дөңгелектер бізде үнемі жетекші дөңгелектер. Сол үшін алдыңғы жетекші дөңгелектер тезірек тоқтау үшін бізде дискілі тежегіштер орналасатын. Соны біліп жүрсеңіздер болады. Жаңағы дискілі тежеу жүйесі арнайы өзінің дискісі болады және колодкалары. Ең көбінесе көп ақаулар жаңағы колодкалардың желініп қалуы, одан кейін дискілердің колодка тұратын жерлері желініп қалады көбінесе. Одан кейін оларды жаңағы айырбастау керек. Мынау диск жаңағы ступица подшипнигінде бекітіледі, оның сыртына жаңағы суппорт киіледі. Суппорт жаңағыдай поршынды сұйықтық арқылы итеріп, жаңағы дискіні тоқтатады. Жақсы, сұрақтарыңыз осы бойынша. Азат, сіздікі барабанды тежеу жүйесі. Жарай берсеңіз болады, Асхат. Барабанның өзі, мынау түйдеу төселгені, мынау серіппе. Былай айтқанда, пружина. Жәнегі айтып тұрған, орналастыру өте қиын, Азат пружинаны шешпеген екен. Яғни екі жақта екі колодка деп айттық қой, ал дискіде осы екі колодкалар, мына жерде екі диск болатын болса, сол колодкаларға жабысып біріктірілген болатын. Ал барабанда, мысалы үшін мына тежеу жүйесі арқылы, мына серіппе арқылы жұмыс жасайды. Бұл серіппемізді егер де шығаратын болсақ, оны орнына келістіру өте үлкен күшті талап етеді. Шебер ағаларымыз өздері біледі, яғни барабанды тежеу жүйесін қойған кезде ең үлкен қауіпті осы пружина, серіппе қойған. Рахмет, шынай берсеңіз болады. Қойсаңыз, оны сабақтың соңында жасаңыз. Жақсы, рахмет. Үй тапсырмасы бойынша жауаптарымыз қанағаттандырылып,
жұмыс жасайтын яғни ақауларын қосымша білуіміз керексе және сонымен қатар барабан дисплей тежеу жүйесінің айырмашылықтарын қоса оқысаңыздар болады. Жаңа тақырыпқа келетін болсақ, ABS жүйесі, яғни тақырыптың басында сізге көрсетілген БКЖ, яғни блокировка қарсы жүйесі бар гидравликалық тежеу жүйесі, немесе ABS, қарапайым тілмен айтқанда ABS, мен сіздерге ABS деген терминін айтып жүре берейін, өйткені бізде жұмыс барысында да СТО-ға барып жұмыс жасаған кезде, өндірістік тәжірибеге барған жерде де сіздер көбінесе ABS-ті алыстың, ABS-тің пилоткаларын жаса, немесе ABS-қа диагностика жаса деп қана үйретті, дұрыс па? ABS, яғни ABS деген ісінде ағылшын тілінен аударғанда anti-play block breaking деп аталады, яғни бұғаттауға қарсы жүйе, антиблокировочный система деп аталады, яғни бұл жүйенің тежеу жүйесіне, қарапайым тежеу жүйесіне қандай айырмашылығы бар? Яғни тежеу жүйесі дөңгелектер тоқтаған кезде, мысалы үшін тек қана алдыңғы дөңгелектерге ғана күш беріліп, сол дөңгелектер арқылы қарапайым тежеу жүйесіне, яғни педальді бастық, белгілі бір жылдамдыққа, белгілі бір ұзақтыққа қарай біздің машинамыз сырғанады және автокөлігіміз тоқтады, иә? ABS жүйесінің бұл жердегі ең бір үлкен артықшылығы, қарап отырсаңыздар, 4 дөңгелекпен жұмыс жасайды. Яғни бұл жердегі артықшылық біздің 4 дөңгелегімізде де ABS-тің сезгісі орналасқан. Және де бұнымен қатар электронды басқару блогы, сіздермен қозғалтқыштар бөлініп өткен кезде электронды басқару блогы, ол автокөліктің несі деп өттік? Автокөліктің миы деп айттық. Яғни бүкіл сезгілерден, бүкіл датчиктардан алған ақпаратты осы блокқа жіберетінде, ол блок бізге фонарьге шығарып, қандай ақау бар, қай механизміміз қалай жұмыс жасап тұрғанын айтады. Ал бұл ABS жүйесінде осы жылдамдық сезгілері, ABS сезгілері және жылдамдықтың электронды басқару блогына алып келеді, және ақпаратты сол жер арқылы бізге сезеді, және сол ми электронды басқару блогы қай дөңгелекте тежеу керек екенін, қай дөңгелек қандай жылдамдықпен болу керек екенін осы ABS жүйесінің сезгілері арқылы айтып береді. Және сөзбен айтқаннан қарағанда мен сіздерге бейне материал дайындадым. Сол бейне материал бойынша түсіндіріп өтетін болсақ, ABS жүйесі, мысалы үшін ABS жүйесі бізде экстренді жағдайда тоқтауға ыңғайлы. Өйткені былай айтқанда экстренді или апаттық жағдай болған кезде ABS жүйесі қарапайым тежеу жүйесімен сапалас, яғни бірдей жұмыс жасайды деп айтуымызға болады. Ал бірақ та бұл жердегі ABS жүйесі апаттық режимде экстренді жағдайда ол деп отырған жаңбырлы кезде бізде өзіміздің трассамыз қандай болады? Тайғанақ болады. Сонымен қатар белгілі бір үлкен ұзақ жолға шығатын болса, алдымыздан бөгет шығуы мүмкін. Немесе алдыңызда келіп жатқан машина, автокөлік авариялық жағдайға түсіп тоқтап қалса, сіз оны тежеу жүйесі, қарапайым тежеу жүйесі болған кезде педальді басу арқылы ол машинаға соғылуыңызға, немесе бөгетке соғылуыңызға, немесе тайғанақ жолыңызды тайып кетуіңізге мүмкіндік береді. Ал ABS жүйесінің артықшылығы осы похлопывание деп айтады ғой, осы ABS-ның колодкалары бірден дискті немесе барабанды бірден қысып тастамайды, ал осындай әрекет арқылы, яғни бір бағытта бір шығарып маневр жасауға мүмкіндік береді. Маневр дегеніміз не? Яғни автокөлігіміз келе жатыр, белгілі бір бөгет алдымыздан шықты, оны бұрылып, айналып, немесе оңға, немесе солға бұрылып өтуімізге мүмкіндік беретін жүйенің бірі деп атайды. Яғни суреттен өздеріңіз көрдіңіз, похлопывание деп айттым ғой, дискті біресе босатады, біресе тоқтатады, ABS-тің сезгілері осындай принциппен жұмыс жасайды. Және де келесі көрсетілген жерде айтып тұрған ABS-тің датчиктары, датчиктің өзі сезгі, қазақшасы сезгі деп айтатын болсақ, осы сезгілер 4 дөңгелекте орналасқаннан кейін жәнегі принциппен жұмыс жасайды. Мысалы үшін жәнегі көрсетілген алдыңғы дөңгелек, сол жақ дөңгелекке көрсетілген магистральдар арқылы берілген, және қай дөңгелекті қандай жылдамдықпен тоқтататынымыз осы ABS жүйесінің артықшылықтарының бірі болып табылады. Және де келесі бейнеде бізде көрсетілген бейнебаян, яғни 100 км сағатына келе жатқан автокөлік. Бұл жерде екі автокөлік, біреуі ABS орналасқан, мысалы үшін ABS-сіз автокөлік. Көрдіңіздер, тоқтады, бірақ белгілі бір жерге дейін сырғанады, және де бөгетті қоса жәнегі іліп алып кетті. Ал ABS-ті бастыңыз, белгілі жерде сырғанады, бірақ ол жәнегі сырғанау арақашықтығы қарапайым тежеу жүйесіне қарағанда өздеріңіз көріп отқандай өте аз. Байқадыңыздар оны. Және бұрылыс кезінде қараңыздар, бұл ABS-і бар тежегіш жүйесі, бұрылыс кезінде бұрылды, яғни бұрылу траекториясы бар, бұрылды да өзінің определенный бір жеріне барып тоқтады. Ал ABS жоқ болса, жәнегі жолдан шығып кету қаупі бар. Көрінді ғой сіздерге, тайғанақ жолдан бұрылып кету қаупі бар болып табылады. Бейнебаян бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ.
Және айтып өткендей неден тұрады, өздеріңізге дәптерлеріңізге жазып отырсаңыздар болады жаңа тақырыпты. Гидравликалық блок, АБС индикатор, итергіш немесе қарапайым тілмен айтқан кезде педаль, 4 дөңгелекте бірде жылдамдық сезгілері немесе АБС сезгілері деп атайды. Жылдамдық сезгісі, дөңгелек дискісі, тісті дискілер және де осы тежеу контурынан тұрады, құрылысы неден тұрады. Ал жұмыс реттілігіне келетін болсақ, мен сіздерді тағы да стендтің көмегіне жүгінемін. МТС 1541, өзіміздің тақырыпқа сай және АБС жүйесі бар, гидравликалық тежеу жүйесі стендісі. Бұл стенд неден тұрады? Мен бірінші не көріп тұрсыздар, стенд екі бөліктен тұрады. Бірінші өздеріңіз орналасқан және тәжірибелік бөлім. Бұл жерде айтып өткендей артқы барабанды және алдыңғы дискілі тежегіштер және де бұл жерде бізде компрессор беріліп тұр. Компрессордың қызметі қандай? Бізде педальды басқан кезде не арқылы қысым береді? Ауа арқылы, ауа күшейткіші немесе вакуумный усилитель деп атайды. Және схемада сызбада көрсетілген педаль, педальдан кейін ауа күшейткіші, ауа күшейткішінен кейін бастапқы гидроцилиндр деп атайды. ГТЦ терминдер естігендеріңіз бар шығар өндіріс. Және ГТЦ-ға вакуумға бастық, вакуум бізге гидроцилиндрға, бастапқы цилиндрға бізге сұйықтықты берді. Сұйықтық арқылы магистральдар арқылы өтіп, көріктісі алдыңғы дискілге және артқы барабанды дискілге бізге сұйықтықты беріп, осының дөңгелектердің поршніне дейін, цилиндрына дейін сұйықтықты жеткізіп берді. Ары қарай жұмыс принципі қандай? Яғни педальды басқаннан кейін сол сұйықтық әрбір дөңгелектің цилиндрдағы сұйықтықты басу арқылы, серіппен ұзарту немесе қысқарту арқылы дөңгелектерді қысады. Дөңгелектер қысылғаннан кейін бізде тежеу процесі жүзеге асады.